Саламатсыздар ма? Мен Ордабасы аудандық орталық ауруханасының перзентхана бөлімінің акушеркасы Өскенбаева Дина Жұмагелдіқызы. Мен сіздерге қазір босанған әйелдерге қалай метрге туралау керектігін көрсететін боламын. Сіздерге телефондарыңызға 1414 қосымшасы арқылы SMS келеді. Сол SMS-ке жауап беру арқылы сіздер метркеге өтініш білдіре аласыздар. Ол үшін сіздерге келген SMS хабарлама хатты ашасыздар. Оған бір немесе екі деген таңдау, қазақша или орысша деген белгіні таңдап, метркеге өтініш қалдыра аласыздар. Оған бір немесе екі санын белгілегеннен кейін сіздерге баланың толық аты жөнін жазыңыз деп SMS келеді. Сол SMS арқылы баланың өзгертілмейтін метркеге жазылатын толық аты жөнін жазасыздар. Одан кейін сіздерге тағы бір SMS келеді. Ол SMS-ке баланың әкесінің тегін өзгертесіз ба деген хабарлама келеді. Иә немесе жоқ деп жауап бересіздер. Сіздің өтінішіңіз қабылданды деген хат келетін болса, хабарлама хат, значит, егов қосымшасына сіздің өтінішіңіз тіркелді.